Армысыз көрермен, біз кезекті подкастымызды бастаймыз. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Кеңшілік Тышқанұлы, дінтанушы, ғалым, теолог. Аға, көргеніме қуаныштымын. Осы сізбен жүздесіп, осы подкаст төңірегінде жақсы бір жауап алуға ниеттеніп келдік. Жалпы бүгінгі тақырып ауқымы кең. Негізінен дін атын жамылғандар деген шаблонмен алып отырмыз, бірақ енді соның ішінде қазір бірнеше мәселеге кеңірек тоқталсақ деген ойым бар. Сіз жалпы бір сұхбатыңызда қазіргі таңда исламның формасы бар, бірақ мазмұны жоқ дегенсіз. Негізінде исламның формасы қандай және мазмұны не? Содан бастайықшы. Өте күрделі тақырыптан бастап отырмыз. Жалпы мазмұны жоқ, формасы бар дегендегі мәселе мынау. Діннің тарихи рөлін, діннің қоғамдағы рөлін қараған кезде, оның жаңағы біраз ғасырларға жайылған, таралған өзіндік бір ерекшеліктері бар. Соның ішінде біздің қазақ қоғамында да ғасырлар бойы келе жатқан діни наным, сенім, ұстаным, құндылықтық бағдарлары бар. Сол үшін де адамдардың дінге бет бұруында да өте бір үлкен рухани мотив, рухани бір жаңағы хал, рухани бір күй бар. Сол үшін де адамдар дінге үнемі бет бұрып отырады. Жалпы адамзат қоғамында дінсіз қоғам болмаған дегенді үнемі айтады. Бұл неге десеңіз, кез келген адамның рухани болмысы бір рухани құндылықтарды қажет етеді. Қандай адамды, қоғамды материалдық игіліктермен қамтамасыз етпесеңіз де, ол қоғамдағы адамдар рухани үстін іздеп отырады. Және әртүрлі идеологиялық жағдайлар, әртүрлі сенімдік жағдайлар сол рухани үстіннің рөлін ойнап отырады. Оған байланысты адамдар діннен алшақтай алмайды. Ол жекелеген адамдар діннен алшақ болуы мүмкін, бірақ қоғам жаппай діннен алшақтау деген дүние белгілі бір күштік саясатпен жасалуы мүмкін, бірақ оның өзінде адамдар іштей белгілі бір құндылықтарды, сенімдерді жалғастыра беруі мүмкін. Яғни адамның сеніміне ешкім шекара қоя алмайды. Осы орайда қоғамда дін міндетті түрде болатын құбылыс деп қарайтын болсақ, ол дін қалай орын алу керек деген сұрақ орын алады. Сол дін қалай орын алу керек деген сұраққа біз қай кезде ол қоғамның игілігіне, қай кезде ол жеке адамның игілігіне, қай кезде ол топтың игілігіне қызмет жасайды деген кезде мазмұны тұрғысынан деп айтамыз. Яғни бұны неге айтып отырмыз? Өйткені соңғы кездердегі діннің саясилану процесінде мазмұннан көбірек форманың алға шығып кетуі, адамдар арасындағы қатынастарда формаға қарай баға берілуі, формаға қарай адамдар жіктелуі, бөлінуі, сыртқы форманың көп нәрселерді айқындауы, бұл осы мазмұнның екінші ретте қалып қоюына алып келіп соқтырып, және форманың алға шыққан кезеңдерде дін өзінің сенімділігін жоғалтады. Дін жоғалтпайды ау, діндар сол дінге деген сенімділікті шайқайды. Яғни адамдар дін екен деп келеді, бірақ ол жерден өздері ойлаған, күткен, мақсат еткен құндылықты таба алмағаннан кейін ол діннен безеді. Сол үшін де дін деген дүние оның ішкі құндылығымен, мазмұнымен өлшену керек болғандықтан біздің қазіргі қоғамдағы адамдардың дінге жат қарауы, діннен жиіркенуі, діннен безуі, немесе дінге күмәнмен қарауы өздері ойлаған мазмұнды көре алмау. Ал тарихқа деген сағыныш, тарихтағы діндарларға деген сағыныш, оларда көбірек формадан көрі мазмұнның алға жылжуы болған. Мысалы, біздің қазақ қоғамында діндар дегенде өте бір жақсы естеліктер келеді. Дін адамы, дін күткен адам, немесе молда бол деп ата бергенде өте бір жақсы позитивті естеліктер мақсат етіледі. Бірақ өкінішке қарай қазір адамдар дін десе тұрағашар истазамат деген дәуірге келіп қалдық. Бұл деген сөз өкінішке қарай. Неге десеңіз, адамдар дінде бірінші форманы алдыға шығарып жіберді. Сыртқы сақал мәселесі, киім мәселесі, шапан сәлде мәселесі, уағыз мәселесі, адам бірдеңе іздеп жүр, ақиқат іздеп жүр, құндылық іздеп жүр, Құдайды жаратушыны іздеп жүр, бірақ оны жаңағы діндардың киімінен, сөзінен, уағызынан, сақалынан таба алмай жатыр. Сол үшін де сыртқы форма ол әрине
маңызы жоқ деп айта салуға болмайды. Сыртқы форма ол дұрыс, бірақ ол ішкі мазмұнымен сәйкес үндес болған кезде ғана адамдар өздерінің жоғалтқанын адаспай табар еді. Не болмаса алдымен адам ішін түземейінше сыртын түзегеннің кесірінен біз өкінішке қарай енді Құдайдың дініне мүмкін адамдардың ықпал ете алмайтын шығар, бірақ қоғамдағы діни кейбір көзқарастарға сылтау ретінде осы адамдар жаңағы объектіге ілініп жатыр деп айтсақ қателескен болмаймыз. Сол үшін де ең басты дүние Құдай үшін де, адам үшін де, пенде үшін де бұл ішкі мазмұн. Сыртқа қарамайды. Құдай да адамның жүрегіне қарайды. Пайғамбардың хадисінде де айтады, арабтың араб еместен айырмашылығы жоқ, олардың айырмашылығы тақуалығында деп. Демесе, жаңағы шәкәрім айтады, қиянатың бар болса иманың жоқ, маған десе 1000 жылдай қыл ғибадат дейді. Яғни біздің ғибадаттарымыз, құлшылықтарымыз, ритуалдарымыз, мешіттеріміз адамның жан дүниесін серпілтуге, нұрландыруға, адамзат баласын ізгілікке шақыруға, дәріптеуге, өзіміз сол ізгіліктің жаңа жаршысы болуға ықпал етпейтін болса, оның функциясы, қызметі өз деңгейінде емес деп айтуға болады. Түсінікті. Келесі сауал, енді жаңа бір сөзіңізде молда болу деген бір ауыз сөз туралы айта кеттіңіз. Енді мен әлемдік практиканы білмеймін, бірақ біз өзіміздің көшпенді қазақы болуымызға байланысты дәстүрлі ислам, дәстүрлі дегенге үлкен акцент қоямыз, үлкен басымдық береміз. Жалпы негізінде ұлттық құндылыққа негізделген қазақтың тәрбиесі қандай болу керек? Осы молда бол деген бір ауыз сөздің ішінде не жатыр? Қазақ өзі данышпан халық қой, дана халық. Бұл көшпелі қоғамда жаңағы жаз жайлап, қыс қыстап жүрген кезде өзінің еркіндігімен, кеңпейілділігімен қатар өзінің руханилығымен де ерекшеленген. Өйткені біз дінді қабылдаған кезде дәстүрімізге, игіліктерімізге, жақсылықтарымызға бағытталған нұсқаларын көбірек дәріптедік. Жаңада айтқан сияқты, дін бұл адамның негізгі мақсаты Құдайға жақындату болатын болса, Құдайға жақындау үшін бірінші адамның ішін жүрегі тазару керек. Абай да айтпай ма, іштегі кірді қашырсаң хақтықтың түсер сәулесі деп. Сол үшін іштегі кірді қашыру деген адамның ішкі жан дүниесінің кемелденуі, ар ілімі дейміз, кемелдік дейміз, парасат ілімі дейміз. Осының барлығы негізгі шынайы діннің шынайы мақсаттары. Сол үшін де біз осыны дәстүр деген кезде өзіміздің жаңағы ізгіліктерімізбен бірге біте қайнастырып қабылдағанбыз. Және бұл біздің барлық дін өкілдерінде, дін ағартушыларының өмірлерінде көрініс тапқан жағдайлар. Сол үшін де біз көп жағдайларда дәстүрді діннен бөліп емес, дінді дәстүрдің қайнар көзі ретінде пайдалана отырып, өзіміздің игілігімізге жаратқанбыз. Және оны біз жаңағы соқыр сеніммен емес, парасаттылықпен қабылдағанбыз. Яғни, діннің жаңағы өте көп адамзаттық, игіліктік құндылықтары бар. Оны егер сол ұлттың өзінің дәстүрлерімен біте қайнастырып, біте қайнатып қабылдайтын болсаңыз, ол игілікке алып баруы мүмкін. Қазақ қоғамында да мысалы қонақжайлық деп қоямыз. Бұл қонақжайлық дінде жоқ па? Дінде бар. Бір құрма болса да садақаға беріңдер дейді. Ондай болатын болса, бұл діннен алшақ па? Таза болыңдар, ұрлық жасамаңдар, өсек айтпаңдар дейді. Бұл біздің қоғамдағы жаңағы жоқ дүниелер ма? Сонымен қатар мынау дәстүр деген дүниені алған кезде мына нәрсені біз бір назарда ұстауымыз керек. Бір халықтың дәстүрі де дін сияқты ең кемі ғасырлар бойы халықтың сүзгісінен өтіп, құндылық ретінде өзін мойындатқаннан кейін қабылданады. Және ол оңайлықпен жығыла қоймайды. Және қазіргі кезде бұл тақырып неге көтеріледі десеңіз, біздің ғасырлар бойы тарихтан жаңа тәжірибемен қалыптасқан өзіміздің практикаларымызды дәстүр мен дін бөлек, дінде бұл нәрсе жоқ деп айтқандардың кесірінен бұл нәрсе көтеріліп кетті. Яғни, мысалы жай ғана мысал айтайық, аруақ мәселесі, аруақтарға Құран бағыштау мәселесі, оларға әртүрлі жаңағы атаулы күндерде садақа жариялап, жаңағы ас беру мәселесі, содан кейін жаңағы көші-қон мәселелері, еркек әйел мәселелері,
кабір зияраты мәселелері, осының барлығы біздің дәстүрімізде бар дүниелер. Және ол дінмен сабақтас. Және ол діннің өзінің ішінде де көптеген мектептер бар. Сол мектептердің ішінде Абу Ханифа мектебінде ғұрып, салт бұл діннің негізгі қайнар көздерінің біреуіне жатады. Егер ол алдыңғы діннің ұстындары болып саналатын Құран хадистерге қайшы келмейтін болса, оны жоққа шығарылмайды. Сол үшін де әр мысал жай климаттық ерекшеліктер бар. Мысалы, арабтардың өздерінің дәстүрі бар, киім ерекшеліктері бар, формалары бар. Және олардың климаттық ерекшелігіне байланысты қалыптасқан өздерінің дәстүрлері бар. Түйеге байланысты дәстүрлері бар, түтінге байланысты, отқа байланысты дәстүрлері бар. Оны қазір арабтар бәрін ширк бидға деп жатқан жоқ қой. Қолданып жатыр. Тура сол сияқты біздің мынау Сарыарқаның салқын климатына байланысты өзіміздің дәстүрлеріміз, киім дәстүрлеріміз бар. Және қонақжайлық дәстүрлеріміз бар. Қоғамдық қатынастық дәстүрлеріміз бар. Оның барлығын біз жоққа шығара алмаймыз. Ағайындық жеті аталық мәселелеріміз бар. Жеті ата деген дінде жоқ деп біз жеті атаны жоққа шығара алмаймыз. Ол керісінше осындай қатаң климатта, қатаң өмір шарттарында өмір сүру үшін қанның тазалығы ол ұрпақтың сапалығына алып барады. Сол үшін де жаңағы жақсы жерден әйел алу, жеті атадан жеті атаны сақтау қазақтың принципиалды дәстүрлеріне жатады. Өйткені десеңіз, біз қауымдас бірге өмір сүру үшін бізде жаңағы жеті атаға дейін туысқандық болып саналуымыз керек. Өйткені біз өйтіп өмір сүрмейтін болсақ, олар бөтен адам болып есептелетін болса, біз өзіміздің жанымызды сақтай алмай қаламыз. Көрдіңіз, сол үшін де біз осы нәрселердің барлығын парасаттылықпен қойып тастағанбыз. Және бұл шариғаттың қағидаттарына ешқандай қайшы келмейтін дүниелер. Сол үшін дәстүр өте былайша айтқанда бір халықтың бірегейлігі үшін де, бір халықтың тарихы үшін де, бір халықтың болашағы үшін де, және қазіргі жаһандану жағдайында халықты ерекшелендіріп тұру үшін де дәстүрдің рөлі орасан. Егер біз дәстүрімізді жоғалтсақ, ұлт ретінде ерекшеліктерімізді жоғалтып аламыз. Одан кейін қандай мақсатқа пайдаланады, оны өзі біледі. Өйткені бұның астында сондай жымысқы саясат бар. Дәстүрді жоққа шығару арқылы біздің қазақилығымызды, тілімізді, ғұрпымызды, салтымызды, санамызды жоққа шығару арқылы бізді дүбәра халге жеткізу. Ол үшін біздегі бар ұстап тұрған ұстындарды ақырындап қирату керек. Бұл дінде жоқ, бұл дінде жоқ, бұл дінде жоқ. Шын мәнісінде дінде бар ма, жоқ па, оны ол дінде жоқ деп жүргендер білмейді. Олар тек қана соны қиратуға бағытталған. Ал шын мәнісінде ол біздің ұлттық ерекшеліктеріміз, өзі біз дәстүрлік жағынан да, діни рухани жағынан да соққы алып, есімізді жинай алмай жатқан кезде осындай топтардың келіп дәстүрге қарсы қоюы дінді, бұл үлкен бізге соққы болды. Сол үшін де көп азаматтарымыз егер бұл дінді жоққа шығарып, дәстүрімізді жоққа шығаратын болса, ондай діннен болайын деп көбісі діннен қашып жатқан жағдайлар да бар. Өкінішті. Иә, бар. Енді жаңа молда статусын айттым ғой. Бұрындары ақсақалдар молда бол деп бата беретін еді. Енді молданың сөзін аузыңызда, молданың статусы ол кезде өте жоғары деңгейде болған. Бізде мынау медреседе оқыған баламды медресеге білдеп бердім дейді ғой. Көз ашық көкірек ой адамдар қоғамда молдалық қызмет атқарды. Молда бұл дәрігер, баланы сүндетке тұрғызады, молда бұл дем салады, молда бұл ұшықтайды, молда бұл ауылдың ақсақалы, молда бұл сол жердің руханияты, молда бұл жаңбыр жаумай қалса тасаттық беріп дұға жасайтын адам, молда бұл жаназа қайтыс болса соны жуындырып киіндіріп көметін адам. Молда сол былайша айтқан кезде сол замандағы қоғамдағы ауылдағы бірінші тұлға болды. Ол жаңағы былайша айтқанда татуласқан, ажырасқандарды, ренжіскендерді татуластырып, ажырасқандарды қосатын. Сол ауылдың, сол әулеттің жастарына бағыт бағдар беретін, ақыл айтатын. Сондықтан да молда деген ол сол кезде өте мықты статус еді. Сол үшін де қазақ молда бол дегенде бірінші тек қана материалдық статус қана емес, рухани жағынан да таза, Құдайға да жағатын. Қазақ айтады ғой, ағайынға жағам десең қазанды бол, Құдайға жағам десең азанды бол деп. Сол азан аузында, Алласы аузында, бисмилласы аузында деп қазақ айтады. Сол үшін де сондай адам молда болғандықтан балаларға бата бергенде молда бол деп беретін. Бірақ қазір оның да қадірі кетіп қалды деп айтпай-ақ қояйықшы, бірақ кейбір селкеу түсіріп жатқан жағдайлар бар. Өйткені жаңағы теріс ағымдағылар, теріс пейілдегі адамдар, немесе жаңағы өздерінің жаңағы қызметіне сай емес кейбір азаматтар соны кейде тіл тигізіп қойып жатқан өкінішке қарай жағдайлар кездеседі. Өйткені енді қазір молдалық біз білеміз, бұл белгілі бір тағайындалумен болады ғой. Тағайындалу
өр кезегинде ылайыктуу болууду кээде катар алып жүрмөү мүмкүн. Сол үчүн да мурунку кезде молдалык ол окуп келип калкка өзүн моюндатып, ауылда өзүн моюндаткан тулгалар эч ким сайламай эч ким тагайындамай молдалык жасай берет. Азыр энди ол кыйын арине, өйткөнү ол дин саласын реттөө үчүн аны тагайындоо керек, онун билимин текшерүү керек, onu да жокко чыгарууга болбойт. Экинин бири молдо боло берсе, кай агымдын молдосу болот, кай агымдын убагышчысы болот, калктын өзү баасы айланып аткан кезде. Сондуктан да мунун баардыгын биризлендирген дурус, бирок дегенмен де жанагы калк осы нерсени кээде көрө алмай калып жатат да, сол үчүн да кичине молдага да жаңы селкеу түшүрүп жаткан жагдайлар кездешет. Бирок бул кезеңден да өтөтүн чыгарбыз деп ойлойм. Жакшы сапалуу билимдүү азаматтар чыгып жатыр го. Окуп жатыр азыр, жанагы акырын сүттүн бетине чыгып келе жатыр. Сол азаматтар эртең нагыз молда деген атка ылайык болуп кызмет ататын чыгар деп үмүттөнөбүз. Түшүнүктүү. Тагы бир сабал мени мына маселе толгандырат. Осы қоғамда да қазір әсіресе жастар арасында сен кімсің деген сауалға альхамдулилля мұсылманмын деп жауап береді. Осы бір енді ол бір қоғам алдында беделді спортшылардың да бір жаңағыдай себебі болған шығар, бірақ осындай мәселе жиі айтады. Кешегі мәшһүр жүсіптер, шәкәрім құдайбердіұлы мысалы әлихан бөкейхандардың кезінде олардың заманына басқа болды, олар дінді басқаша ұстанды дейді. Расында кешегі дін мен бүгінгі діннің айырмашылығы бар ма? Және неліктен шәкәрімге сол әлихан алаштың арыстарына сен кімсің деп сұрақ қойғанда олар қазақпыз деп жауап берді? Енді осы сұрақ кейде сол мен ойлаймын, кейде қойылмайтын сұрақтар болады. Осы сұрақ қойылмау керек сұрақ. Қойғанның мақсаты не? Не мақсатпен қояды бұл сұрақты? Былайша айтқанда халықты бөлу немесе адамдардың миын шатастыру. Мысалы мынандай сұрақ қой, бұл әкең жақсы көресің бе, анаң жақсы көресің бе? Таңдау жоқ дейсіз. Енді кім жақсы көремін деп айтасыз. Кішкентай балаға біз сөйтіп сұрақ қоямыз да, жаңағы анасына қарсы, енді ол көбінесе әзіл ретінде болады. Иә. Сосын ол бала кім оған шоколад берсе, соның баласымын деп жүреді. Былай қарасаңыз, ересек адам үшін ол күлкілі жағдай ғой, баланың қылығы. Тура сол баланың қылығын біздің ересек адамдар жасайды. Қазақсың ба, мұсылмансың ба дейді. Мен қайсына барып, қайсыны төмен санайын ал? Қайсыны таңдайын дейсіз ғой? Құранды басып тұрып, нанды алу керек деген сияқты нәрсе ғой. Бірақ өкінішке қарай кездеседі. Нанды алу үшін неше сұрақ. Вот кездеседі, сол сұрақ негізі кездеспеу керек. Қойылмайтын сұрақ негізі. Өйткені неге десеңіз, бұл екеуінде де адамның таңдауы бола бермейді көп жағдайда. Әсіресе ұлттық мәселеде. Мен араб болуға өтініш жазған жоқпын. Қазақ болуға да өтініш жазған жоқпын. Құдай мен маңдайыма Қазақстанда дүниеге келесің, қазаққа қызмет етесің деп жаздым. Мен қазақпын. Мен оны біреуден төмен, біреуден жоғары деп есептей алмаймын. Бұл менің өзгермейтін тағдырым. Тағдырдың ішінде өзгермейтін деген мұтлақ тағдыр деген бар, қатып қалған. Сол қатып қалған тағдырдың біреуі осы біздің ұлтымыз. Мен оны не үшін қазақпын деп айта алмаймын. Өйткені Құдайдың жаратып тұрған қазақпын. Сол үшін де ұлттар мен ұлыстарға бөліп жараттық деп Құранда айтып тұрған болса, мені қазақ қылып жаратқан болса, мен не үшін қазақпын деп айтпай, мұсылманмын деп айтуым керек. Сонда қазақтықты мен төмен санауым керек пе тағдырымды? Ол да менің бір тағдырым ғой. Ал енді мұсылманмын деген кезде мен діндарлығым артып кете ме? Әрине иманды Құдайға жүрекке Құдай береді. Бірақ дегенмен де сен мұсылман емессің деген мағынада бөлу ма бұл мақсатта сонда? Сол үшін де бұл нәрсе, бұл жерде осындай бір трагедиялық жағдай бар. Сол үшін де бүгінге дейін аталарымыз мұсылманмын деп айта берген, қазақпын деп айта берген. Сен бірінші мұсылмансың ба, бірінші қазақсың ба деп оны жаңағы шатастыратын сұрақ қоймаған. Неге десеңіз, бұл жерде ниеті дұрыс емес. Сұрақты қоюшы адамның ниеті дұрыс емес. Не ол дінге қарсы, не ол ұлтқа қарсы. Түсінікті. Жақсы, келесі сауал. Осы соңғы жылдары бір қоғамда мемлекет алдында жүрген бір азаматтың әңгімесі үлкен бір дау-дамайға ұласты. Соның бір мәлімдемесі былай болды: намаз оқитындардың 80% алаяқ деген. Сіз қалай қабылдадыңыз? Не ойлайсыз бұл турасында? Біз енді капиталистік қоғамға өтіп жатқан кезде проценттік қатынас деген өз бұрын Кеңес одағында да сол проценттер жақсы еді ғой, жаңа 100%, 150% қозы туды деген сияқты. Сол сияқты пайыздарды жақсы көреміз. Шын мәнісінде
сондай бір пайыздар көбінесе өзін ақтай беретін пайыздар емес шығар деп мен өзім ойлаймын. Бірақ бұның да жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды бір себебі бар шығар. Өйткені жаңа бағана бірінші сұрақта да айттық қой, мазмұн болмаған жерде сыртқы форма көбінесе адамдарды шатастырып жібереді. Қанша жаңағы адамның руханияты қалыптаспаса, ол адам қанша өзін діндар сияқты көрсеткенімен, намаз оқығанымен ол нұрланып кетпейді. Сол үшін де бұл жерде жаңа 80% деп айтқанның астарында мақсатында не жатыр? Дінге қажеттілік жоқ. Егер 80% намаз оқитындар алаяқ болатын болса, онда діннің өзі алаяқтыққа тәрбиелейді деген сияқты бір жымысқы статистикалар жатыр. Сол үшін де біздің бұл аталарымыздың, өзіміздің бабаларымыздың, кешегі Ермұхамед Хазіреттердің, Бекет аталардың, Машһүр Жүсіптердің, Шәкәрімдердің аруағына қиянат. Ол кезде де адамдар көп, намаз оқыған адамдар көп болды. Медреседе оқыған адамдар өте көп болды. Халықтың ағартушыларының көбісі 5 уақыт намазы бар етін, 5 уақыт намазын тастамайтын еді. 5-ші тілек тілеңіз, 5 уақыт 5 намаз біреу қаза қалмасқа деп бұқар жыраулар жырлағанда бұл бекерден бекер айтылмаған шаруа. Бірақ солардың намаз оқитындардың барлығын қазіргі дейтін болса, қазіргі кішкене жағдай басқашалау. Енді бұл жерде неге айтқысы келіп жатыр деген кезде, дінді бүркеме өзіне бір алдау құрал ретінде пайдаланған адамдарды айтқан болса, менің ойымша ол дұрыс. Неге десеңіз, қазір дін бір жағынан, мен енді бәріне топырақ шаша алмаймын, құндылық ретінде ұстанып жүрген адамдар өте көп. Дін кейде осындай бір алаяқтыққа, мысалы, май қызметкер тоқтатса, мен 5 уақыт намаз оқушы едім, жібере салшы десе. Дінді не істеп тұр? Себеп сылтау қылып тұр. Сылтау өзінің құралы қылып тұр. Мен жақсы адаммын деген сияқты қылып тұр. Жоқ, ол дін менің жақсы адам болуымның кепілдігі болмау керек. Менің жақсы адам болуым діннің кепілдігі болу керек. То есть мен дінді, ұлтты өзімнің мүддеме пайдаланбауым керек, жеке басыма. Немесе жаңа бір адамдар тұрмысқа шығады, ажырасып, 2-3 баласымен жесір қалып, сен не үшін енді қайта-қайта шыға бересің десе, мен оны намазхан екен деп ойладым дейді. Намазбен бүркемелеп адамдарды алдау. Сол үшін де бұл тоқтайтын процесс емес. Пайғамбардың кезінде де 200-лер болған, пайғамбардың кезінде де пайдаланғысы келгендер болған. Одан бері келе жатқан процесс бұл. Бірақ қазір қоғамда осы нәрсе бір дертке айналып бара жатқан сияқты. Сол үшін де мен айтар едім, әрине намаз оқымаңдар деп айтуға болмайды, әркімнің өзінің еркі, қалауы, бірақ дегенмен де ішіміз сыртымызға сай болса екен. Жалпы Құранның өзінде де бұл 5 уақыт 5 намаз адамды жаманшылықтан тыяды деген аят бар. Егер тыймайтын болса, демек намазда проблема бар. Намазда проблема жоқ ау, сол намаз оқып жүрген адамда проблема бар дейсіз. Яғни дін өзінің тілінен, көмекейінен төмен қарай түспесе, ол дін ол адамға да қоғамға да жақсылық алып келмейді. Және бүйткөк бөліп тоныңды отқа жақпа деп, біз сол бір намазхан алдады екен, бір орамал таққан қыз алаяқ екен, бірдеңе екен деп күллі мұсылмандарға топырақ шашпауымыз керек. Және басқа да намаз оқып жүргендердің барлығын сол статистиканың ішіне кіргізіп жібермеуіміз керек. Былай бір сөз бар ғой, егер алаяқ қажыға барса, қажылықтың не кінәсі бар деген. Расында. Егер біз айтқандай, егер біздің заманмен айтатын болсақ, алаяқ намаз оқыса, оған намаздың не кінәсі бар? Адамның өзінде мәселе дейсіз ғой. Жалпы осы біздің елімізде бір өңірде осындай жағдай болды ғой. Қажылық компаниясы. Жүздеген адамды қажылыққа апарып, кейін жаңа Медина ма Мекке қаласына қонғаны жоқ болып кетті. Адамдардың сылтауы, оның сыртқы түр әлпеті, оның сақалы бар еді, ол намаз оқитын еді, аузынан алласы түспейтін, біз соған сендік деген. Бірақ өкінішке қарай ұлы сапардың алдында осындай бір алаяққа барғаннан кейін енді болып тұрады. Адам болған жерде ондай болып тұрады. Мынау көп жағдайларда адамдар қазір енді көз ашық заман деп ойлаймыз ғой. Оның жаңағы сол рейтингісі деген бар, сол фирманың жаңағы өзінің сол жаңағы туристік фирмалардың арасындағы орны бар. Содан кейін сенімділік мәселесі бар. Одан кейін оның жаңағы сақтандыру деген мәселелер бар. Сол нәрселерге жақсылап жүгіну керек.
айтады ғой, өзіңнің затыңды дұрыстап қара, көршіңді ұры тұтпа дейді. Сондықтан да ондай қаржы беретін адамдар бірінші кімге беріп жатыр, қалай беріп жатыр, қарау керек. Бәленше беріпті, мен де берем деген тобырлық санамен баруға болмайды. Және компания, қаржылық компаниялар, бұлар діндарлық миссиясы емес. Бұлардікі қаражаттық миссия. Яғни туристік компания. Кез келген кімді алып қарамаңыз. Ол алып барады, сол жердегі қонақ үйлермен келіседі. Сізден қанша доллар алады, соның бәленшесін ол пайда табады. Әйтпесе Алла ризалығы үшін деп ешкім қажылыққа алып бармайды. Тегіннен жайлы жерге тегін жайлы жерге ешкім алып бармайды. Сол үшін де сіз мысалы Таиландқа ұшып барған кезде фирмаларды қарайсыз ғой. оның да санаты болады ғой, эконом Санаттары бар. Сосын жаңағы фирмалардың ішінде рейтингілері бар. Қандай кімге қанша ақша төлейсің, қандай услуга қызмет аласың, қандай қонақ үйде жатасың. Соның барлығын зерттеу керек. Көз ашық адамдар, тіпті үлкен кісілер алданды деген кезде бала шағаларының көзі ашық қой. Сол үшін де сол нәрселер. Ал енді кейде болады, ол жағдай болмай қалуы мүмкін, аяқ астынан бір жағдайлар. Ондай жағдайларды да қарау керек. Оны сот шешеді, құқықтық мемлекетпіз қазір. Оның барлығының жаңа заң алдында жауап беретін жағдайлары бар. Сондықтан да оны солай. Ал енді жаңағы осы компаниялардың бәрі лайық деп тағайтуға болмайды. Қаншама қажылыққа алып барып келіп жатқан, қажылық емес. Ол фирма сізді қажылыққа да алып барып келеді, жаңағы шетелге демалысқа да апарып келеді. Сондықтан да ол екеуінің қызметі. Енді таяқтың екі ұшы да бар. Түбегейлі барлығын жаман дей алмайсың, түбегейлі барлығын дұрыс жақсы дей алмайсың. Содан кейін ақырындап бұл қоғам өзі нарықтық қоғам болғаннан кейін қоғам өзі реттеп алады деп ойлаймын. Кейде болып жатады, таза деген қазаннан шошқаның басы шықты деген сөз бар. Жаңағындай ел алдында жүрген, ел көбінесе танымалдылыққа алданады. Танымалдылық деген сөз адамның ізгілігі дегенді білдірмейді. Қазір зырылдап сөйлей беретіндердің барлығы танымал. Ол да бір құрал ма? Ол да бір құрал. Өйткені сол танымалдылығын қандай да бір бас пайдасын асырып кеткісі келеді. Бірақ өкінішке қарай кейде сол адамдардың жаңағы бәлен жыл жинаған абыройы бір сәтте жоқ болып кетуі мүмкін. Өйткені адам ғой. Қазақ өзі жақсы. Қазақтан философия қалмаған. Қазақ айтады, адамның аласы ішінде деп. Сол үшін де ол адамның аласын білу үшін адам парасатты болу керек. Парасат көзімен қарау керек. Сол кезде ғана ол адамның не ойлап отырғанын білесіз. Әйтпесе адам алданады. Және ол тек фирмадан емес, қазір қоғамда небір алаяқтар бар, телефон мошенниктер дейді, алаяқтар бар, интернет алаяқтары бар. Миллиардтаған, мен білмеймін, бір статистика біз жақсы көреміз ғой. Қанша бір жылда Қазақстанда алданатын адамдар 15 миллиард теңгеге ма жуық алданады екен. Бұл деген масқара. Bir танысқан жігітіне бір бәленбай миллионды шотына аудара салады. Бір қыз. Қалай болды дейсіз ғой? Бір мысалы пенсионер, бір апа немесе интернеттен көрген бәлен ақшаңды инвестицияға сал, ертең бәлен қылып қайтарып аласың десе, және қаржы пирамидалар дей ме? Соған миллиард алды. Осы орайда менде де мындай сауал туындайды. Алаяқтар енді осындай бір теріс әрекеттермен айналысатын азаматтар уақыт өте келе мына заманның өзгеруіне байланысты икемденіп тұрады. Жаңа құрылғылар шығарады, жаңа бір бағыт шығарады. Бірақ білмеймін, қолында бар мүмкіндігі болса да қарапайым халық алдана береді. Қайта алаяқтар жыл сайын өзінің сауатын кеңейтіп жатқан секілді де, ал біздің кейбір адамдар өкінішке қарай бір орында тұрған сияқты маған. Иә, бір қызығы, бір алданған адам 2 рет, 3 рет, 4 рет алдана береді. Кейбір адамдар мүмкін көңілшек шығар, кейбір адамдар мүмкін жұрттың бәрін өзі сияқты ойлайтын шығар. Бұл бір жағынан жаман, өйткені десеңіз, адам адамға сенбейтін күнге келе жатырмыз. Өкінішке қарай болуы мүмкін. Баяғыдағы қасқыр оқиғасын білесіз ғой, ертегіден үйретуші еді ғой, баяғыда өтірікші бала. Малға қасқыр шапты деп жұрттың бәрін дүрліктіріп, келесі жолы шын қасқыр шапқан ешкім сенбеді деп. Сол сияқты қазір шынымен адамдарға жақсы, мысалы, өйткені қайырымдылық қорлары бар, жетім жесірге көмектесіп жатқан адамдар бар, кейбір жаңағы ұйымдар бар. Солардың да қазір сеніміне селкеу түсе бастаған шығар деп ойлаймын. Өйткені десеңіз, жаңағы алаяқтардың кесірінен адамдар бөлген, аударған қаржылары көбінесе алаяқтарға жем болып кетіп жатқандықтан. Бірақ енді адам баласының бір ерекшелігі, таяқ жей өседі ғой. Әр таяқ бір тәжірибе дейсіз. Мұрның тасқа тимей көзін жетпейді. Сол үшін де кез келген адам таяқ жеп, кейде адамға сен оған алданасың десең, ол сені жоқ мен пайда тапқаннан қызғанып тұр деп ойлауы мүмкін. Аға, енді жаңа танымалдылық туралы айтып өттіңіз ғой. Бүгінгі таңда қоғамда танымал болып, блогер болып, сонымен табыс тауып жүргендер бар. Бірақ мені таң қалдыратын мәселе,
табыс табуға келгенде өзіңді жаңағыдай бір жан тыныштығын рухани бір бай адам сезіну үшін айналып келгенде барлығы дінге тірейді. Енді 2000 жылдары ондай ментор коучтар болса білмеймін, бірақ қазіргі баю үшін қарапайым мысал, сосын бәленше деген хадисті аятты күніне 100 рет айтсаң ертесіне несібең артады, ананы былай істесең деп барлық осындай жұртты баюға, жаңағыдай тәуелсіз болуға үйрететіндердің барлығы дінге келіп тірейді мәселен. Неге? Бұл сакралды дүние ғой, Мгм. киелі нәрсе. Киелі нәрсе болғаннан кейін адамдар соған тез алданады. Мен сізге қайтарға қаражатым жоқ, маған ақша беріңізші десем, сіз бермейсіз. Бірақ мен сізге айтсам, Құдай жолында садақаңыз болса қабылдаймын десеңіз, сіз оны садақа деп бересіз. Сол үшін де дін деген дүние жаңағы бір жамылға сияқты, бір маска сияқты жағдайға айналып жатыр. Өйткені неге десеңіз, адамдар Құдайдың атынан сөйлеген кезде тез иланады. Тіпті Құдайдың атынан сөйлеу бұл бүгін ғана қалыптасқан дүниелер емес. Мгм. Тарихтан келе жатқан. Тіпті кейде адамдар Құдайдың атымен біреуді өлтіреді. Кейде Құдайдың атымен қан төгеді. Біз онда көріп отырмыз ғой, терроризм. Иә. Құдай жихад, пихад деп. Сіз қарап отырсаңыз, Құдайдың атын әртүрлі жерге араластыра береді. Ал енді соны сенетін, Құдай дегеннен кейін, дін дегеннен кейін, мешіт дегеннен кейін сенетін ақкөңіл халық содан кейін алданады. Сол үшін де бұл дін деген дүниенің барлығын соған қосып, және оның астарында белгілі бір психикалық бір көңіл күйлер де бар. Біз мына кейбір нәрселерді білмейміз. Кейде адам алданбаймын деп отырып адам алданып қалады. Иә. Ол әртүрлі жаңағы магиялық әрекеттерді де жасайды. Сол дінді, мысалы, сіздің алдыңызға біреу келді, сіз оған мен бүгін жұмысқа барып келдім, сүф десеңіз сене ме? Сенбейді. Жоқ. Аузубиллахи минашшайтанирражим сүф деген кезде сенеді. Ол әсер етуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Сол үшін де бұл жердегі мәселе не? Бұл жердегі мәселе оның жаңағы магиялық әсер етуші жағдайында. Адам басының айланғанын өзі түсінбей қалады. Ол өз істен өткеннен кейін, кешіккеннен кейін түсінеді, бірақ ол кеш болады. Жаңағы іс бітті, қу кетті деген сияқты. Сондай жағдайға түсіп қалды. Сол үшін де бұл тек қана ислам дініне қатысты емес. Йога, буддизм, карма, неше түрлі қазір мынау таяу шығыс, Үндістан, буддистік мемлекеттердің, немесе жаңа New Age дейміз ба, жаңа діни ағымдардың, солардың барлығы қазір, содан кейін мынау жаңағы суицид деп жүр ма қазір? Иә. Қытайдың негізгі ілімдеріне Сандар конфуций ғылымы деп. сандар, нумерология дейміз. Бұның барлығының астарында осы діндердің анау психикалық практикаларын пайдалану арқылы адамдардың басын айналдырып жатыр. Яғни діндердің практикасын пайдаланып, өйткені олар жаңадан ештеңе ойлап табылмайды ғой. Ойлап тапса адамдар сенбейді. Сол бар дүниелерді пайдаланып, адамдарды екінші жағына қарай алып ұрғанға жеңіл. Және бұл жай нәрсе емес. Шын дем салатын адамдар, шынымен аузы дуалы адамдар, шынымен сол діннің жаңағы трансценденталды метафизикалық қырларын игерген адамдарды жасап отыр. Мысалы, бұрында қазақ дем салған. Балаға көз тиіп қалса, Құранның белгілі бір сүрелерін, аяттарын оқып дем саласыз. Бала жақсарады, өйткені оның аурасы бар, оған көз теріс энергия береді, бала ауырады. Немесе кез келген адамдарда жағдайлар болады әртүрлі. Бұл нәрсе бар, жоқ нәрсе емес қой. Иә. Бірақ сол бар нәрсені дым білмейтін адамдар, діннің дысын білмейтін, бисмилланың бысын білмейтін адамдар құрал ретінде пайдаланып адамдардың басын айналдырып жүр. Иә. Енді оны қарау керек, зерттеу керек. Бұл адам дінге қатынасы бар ма? Шынайы діндарлығы бар ма? Былайша айтқан сөзі мен ісі сәйкес келе ма? Аузынан шыққан сөзіне өзінің жасап жүрген іс-әрекеттері сәйкес пе екен? Соны ақырындап зерттеп барып, содан кейін барып илану керек. Кейде бір отбасын ажырасып кетсе де, бірақ отбасы құндылығы туралы айтатындар да бар ғой енді. Енді ол көрдіңіз бе, өйткені қазір мен айтамын, капиталист қоғамда кім мықты дейік, мықты деп тырнақшаның ішіне алып айтайықшы, сол көп ақша табады. Бизнес туралы айтып жатқан, блог түсіріп жатқандардың бизнестен хабары жоқ. Немесе жаңағы отбасы туралы айтып жатқандардың өздерінің отбасында берекесі жоқ. Жаңағы ойбайда ертеңді осындай пайдаға кенелесін деп жатқандар өздері пайдаға кенеліп жатқан жоқ.
Өйткені неге? Ол жерде мына нәрсені білу керек адамдар. Мысалы бәленбай Құранды оқысаң, бәленбай күні қайталасаң, осындай болады деген сияқты. Біріншіден, жалпы дін материалдық игілік үшін құрал ретінде пайдаланылмайды. Пайдаланылса, ол Құдайдың алдында қабыл болған құлшылық болып саналмайды. Осы нәрсені адамдар есі дұрыс адам түсіну керек. Міне осы орайда мысалы жаңа айтты ғой, бәленше деген аятта болмаса Құдай тағаланың көркем есімдерінің осы үшеуін күнделікті айтып жүрсең, байлыққа кенелесің дейді. Жалпы енді қазір бір қаражатқа мұқтаж емес адам жоқ. Мен мысалға соған ғана ден қойып, басқа құлшылығым сәл кейінге сыра тұр, себебі маған қазір қаржы керек болып тұр. Құдайға тек осыны ғана байлап күнделікті осы жаңағы зікір етіп жүре берсем, мен бір Құдаймен есептескендей болмаймын ба? Есептің көкесі сол. Өйткені Құранның өзінде де бар, Құдайдың дінін аздаған ақшаға сатпаңдар деген аят бар. Сол үшін де діннің негізгі миссиясы, діни құлшылық ритуалдардың негізгі миссиясы түбінде жатқан ізгілік бұл тек қана Құдайдың ризашылығы. Ал материалдық игілік деген дүние бұл адамның өзінің пендеуи пайдасы. Ал пендеуи пайда үшін қандай да бір ізгілікті қолдануға болмайды. Және екінші бір нәрсе бар. Кез келген сүрені кез келген адам айтқан кезде кез келген результат шықпайды. Мысалы, сіздің көз тиген балаңызға, үлкен апаңызға ұшықтатқан кезде оның ұшықтағаны қонады да, менің ұшықтағаным қонбауы мүмкін. Неге? Ауызы дуалы деген нәрсе бар. Ауыз дуалы болу үшін адамның іші дұрыс болу керек. Сондықтан да жаңа 5 уақыт намаздың иісі де жоқ, Құдайдың діннің иісі де жоқ адамдардың осындай ритуалдарды пайдалану арқылы бір нәрсені қайтара берсең, сол нәрсе жүзеге асады деген. Аффирмация емес пе? Аффирмация. Психомантика, аффирмация. Барлығы адамның өзінің санасын сендіру арқылы алдауына алып баратын нәрсе. Болуы мүмкін, расында болуы мүмкін, өйткені адам сенген нәрсесі алдынан шығуы мүмкін, бірақ бұл 100% деп ешкім гарантия бере алмайды. Сондықтан да бұның барлығын алаяқтықтың бір құралы ретінде айту керек. Адам айтып жүрген сөзі адамды соған айналдырады. Қазақ айтады, біреуді 40 рет жындысың деп айтсаң, жынды болады деп. Айта берсең сондай боласың. Бірақ ол нәрселерді жаңағы жекелеген жағдайларда бір адамдардың жүзеге асыру мүмкін, халыққа жаппай таңу мүмкін емес. Яғни бір адамның жасаған ритуалдарын екінші бір адамдар жасаған кезде ондай нәтижеге қол жеткізуі мүмкін емес. Және ол шарт емес. Сондықтан адамның айтқан халі әсер етеді, адамның энергиясы әсер етеді, адамның сол кездегі транстық жағдай әсер етеді, адамның Құдайға деген жақындығы әсер етеді, адамның аузының дуалығы әсер етеді. Бұл жерде әсер ететін факторлар өте көп. Сол үшін аузы дуалы деген қазақтан бекер сөз қалмаған. Жай ғана сыртқы факторға қарап, соған ғана иланып, және байлық негізгі ол адамның негізгі миссиясы да емес, жалпы діннің негізгі миссиясы да байлығым, сол бірінші рухани байлық. Құдайға жақындық. Ал тіпті Құдайға жақындаған сайын адам байлықтан да безеді. Өйткені ол адамға қосымша салмақ салады. Кезіндегі енді тарихта айтады ғой, енді пайғамбардың өзі аса бай болмаған, қолындағы жоқ-жітікке таратып беріп тұрған. Өйткені дүниенің ол біздің біз бұл жерден ақырындап жаңа сопылыққа қарай келатырмыз. Сопылық деген миссиясында дүние тек діннің құралы ғана, немесе осы дүние о дүниенің құралы ғана. Сол құрал деңгейінде ғана қарайды. Бар болса бар, Құдай берсе шүкір жасайды. Жоқ болса, керісінше оған да шүкір жасайды. Неге десеңіз, жоқ нәрседен адам Құдайдың алдында сұралмайды. Ал байлыққа қанша қол жеткізесіз, сол байлықтан ертең Құдайдың алдында жауап бересіз. Жауап беретін нәрсе керек пе, керек емес пе? Сол үшін де бұл кедей бол деген сөз емес. Бұл сопылық деп тұрмын ғой мен. Жұрттар тағы теріс түсініп қалмасын. Дүниеден безу. Бай болу керек, еңбекпен. Сол үшін абайдан артық ғалым жоқ қазақ үшін. Сонда абай айтады, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Жылы жүрек деп отырғаны дін, нұрлы ақыл деп отырғаны ақыл, білім, ыстық қайрат деп отырған еңбек. Сол үшін және өзіңе сен өзіңді алып шығады, еңбегің мен ақылың екі шықты. Еңбек ету керек. Еңбек етсең, адалдан кәсіп табасың, Құдайға да жақсың, адамға да жақсың. Ал отырып алып, алма піс аузыма түс деген нәрсе. Бір семинарға барып, мен миллионермін деп миллионер боламын, өзім үшін өмір сүремін деп отбасын тасталқан шығарып, қалтада ақша да жоқ, кредитке алып семинарға барып жүрген адамдар ол ешқашан байымайды. Сондықтан да бұл нәрсені біз бәлен жыл, біз тәуелсіздік алған кездерде бізде өтірік әулиелер пайда болды ғой, сары әулие, көк әулие деген. Олар халық кішкене көзі ашылды ғой. Оларда ештеңе жоқ екенін, магия екенін түсінді. Енді халық осы бір
коуч психологтардан да түсінетін уақыт келді ғой деп ойлаймын. Оларды да бір реттеу керек шығар. Енді жаңа тақырыптан ауытқымай тұрып, осыған қатысты да бір сұрағым келеді. Енді бұл сізбен біз айтпағанда жалпы қоғам талқылап жатыр да, осы дінді бір құрал ретінде пайдаланып, интимдік бағытта дәріс беретін дәрігерлер, жаңағы медицина саласының мамандары болып айтылады. Бірақ орамалда әйел де, жаңағыдай әлеуметтік желіде тек әйелдерге арналған әңгімесін ашық кеңістікке жариялайды. Дәл солай ер адамдар. Бұл өзі дінде шектеу қойылған ба? Иә, дінде Румидің бір айтқан сөзі бар: дінге әдептің есігінен кірмесең, дін таба алмайсың деген, Құдай таба алмайсың деген. Бәр нәрседе діндар адам бірінші әдеп тұрғысынан қарау керек. Кейбір нәрселер бар, оны айтудың керегі жоқ. Ешбір бала қазақ тарихта баласына жыныс туралы, басқа туралы, көрпенің астындағы әңгіме туралы айтпайды. Бірақ үйленіп көбейіп жүрді ғой. Ол өзі Құдайдың адамның денесіне программа ретінде салып қойған нәрсесі ғой. Кез келген еркек ол ұрғашын іздейді. Ұрғашы ол еркектен қамқорлық күтеді. Бүкіл жаратылыс солай ғой. Оны біреу үйретіп жатыр дейсіз бе, бәленбай жерге барып. Қарапайым шаң тозаңның өзі тозаңданып барып көбейіп жатыр ғой. Сол үшін оның барлығын жарнамалап тиктокқа шығарып, интернетте жар салудың қажеті жоқ. Бұл жерде бір ғана нәрсе бар, менің ойымша. Адамдар танымал болудың құлына айналып кеткен. Енді соларға қарап қоғамда андай пікір пайда болады да, ой, намаз оқитын сонда мынау ма, орамал таққаның мынау ма, ана сақал қойған жігіт сонда мынау ма. Бұл жерде мәселе негізгі негатив дінге келіп тіреледі да. Енді көрдіңіз ба, бұл жерде адамдар да түсінбейді. Өйткені жаңа мен айттым ғой, егер қажыға барған алаяқ болса, қажылықтың кінәсі қанша деп. Сол сияқты намаз оқыған алаяқтың намазының кінәсі болмаған сияқты діннің ешқандай кінәсі жоқ. Дін өзгерген жоқ. Діннің ұстындары да өзгерген жоқ. Бұрынғы аталарымыз ұстанған діннің құндылықтары да өзгерген жоқ. Қазіргі адамдардың пейілі мен мынау жаңағы рейтингі деген нәрсе адамдарды өзгертіп жатыр. Қанша лайк жинаймын, қанша жаңағы бөлісу болады, содан қанша маған ақша түседі, қанша жаңағы подписчик дей ма, тіркелуші, сондай жинаймын дегеннің астына түсіп, қара жасқа түсіп кеткен адамдардың сырттай діндар болуы, оның дінге ешқандай оның бір қатынасы да жоқ, бір үндеуі де жоқ. Иә, мүмкін ағартушылық ретінде айту керек шығар, бірақ оның өзінің айтылатын әдебі бар, орны бар, жері бар, жасы бар, ерекшелігі бар, жасы бар, жасамысы бар. Көбі қазір әлеуметтік желіде отырады, бір нәрсені айта беруге болмайды ғой, ұят қой. Менің айтып отқан сөзімді үлкен кісі тыңдайды, жас бала тыңдайды ғой. Соның үшін де мынау әлеуметтік желінің бір қасіреті сол болып кетті ғой. Қазір үлкен мен жастың арасында бір айырмашылық қалмай қалды. Үлкеннің білуі керек нәрсені қазір жастар екі есесін білетін болды. Содан кейін осы қырсық жаңағы азғындықтар шыға бастады. Өйткені бала білмейтін нәрсесін ерте біледі да. Сол үшін де бұның барлығы енді бір пайдасы бар шығар интернет, бірақ жаңағы зияны да бар шығар көптеген. Сол үшін де біз енді осы нәрсені, бірақ бұның барлығын жаңағы бір тип тастаймыз деген болмайтын шығар. Өйткені адамдардың ауыз өзінікі ол бола беретін жағдай, бірақ халықтың санасы, соны қабылдау жағдайлары, тіпті осы нәрселерді кейде даңғара қылып көтермеу де керек шығар деп мен ойлаймын кейде. Артық жарнама жасап жатқандай. Өйткені жаңағы жындыға жынды десең бөркі дағарадай болады дейді ғой. Сол үшін де жаңағы ойға артық жарнама жасап, неге бұл бүйтті деп жарнамалаған сайын олар одан бетер сөйтетін сияқты. Не депті деп елдің бәрі қарайтын сияқты соны. Түсінікті. Енді келесі бағытқа қарай, осы діннің төңірегінде, мына дінде білеміз, масхаб деген дүние бар. Бұл енді бір бағыт. Біз әдетте Абу Ханифа масхабын ұстанамыз дейміз. Бірақ кейбір енді азаматтардан естиміз, төрт масхабты да ұстанамын дейді. Болмаса мүлде масхаб ұстанбаймын дейді. Жалпы масхабты ұстану, ұстанбау және оны таңдау, таңдамау кімге бұйырылған дүние өзі? Жалпы діннің өзінің ішінде белгілі бір қағидалар бар. Бұл ғасырлар бойы ғалымдардың жаңағы сүзгісінен өтіп қабылданған қағидаттар деп айтсақ болады. Сол қағидаттардың шеңберінде қалыптасқан мектептер бар. Сол мектептердің шеңберінде аймақтар бар. Сол үшін де біз бұл нәрсені, тақырып өте ауқымды, күрделі тақырып. Бұл негізі теологиялық та қыры бар, дәстүрлік те қыры бар, тарихи да қыры бар, логикалық та қыры бар. Сонда қарап отырсақ, бұл пайғамбардың кезінен кейін исламның таралу бағыты, территориясы үлкейгеннен кейін оған байланысты сұрақтар да көп туындап, сол сұрақтардың айналасында мектептер пайда бола бастады.
мектептер былайша айтканда сол пайгамбардын изинен жүретін адамдардың, ғалымдардың айналасына шоғырлануымен жүзеге асты. Яғни менімен пайгамбардын арасында 1450 жылға жуық уақыт бар. Мен ол пайгамбардан бір нәрсені алу үшін жолдағы ғалымдарды, сол туралы жазған еңбектердің бәрін қарауым керек. Содан кейін барып мен пайгамбар былай деген екен ғой дегенге сенуім керек. Сонда біздің жолымызда сол 4 мектеп тұр. Пайгамбарға жету үшін. Сол 4 мектептің әр қалыптасқан территориясына байланысты ерекшеліктері бар. Абу Ханифа мектебінің қалыптасуы басқа ұлт өкілдерінің дінге кіруіне байланысты болғандықтан, ол басқа ұлт өкілдерінің сол дінді түсінуінде салт дәстүр ғұрып мәселесінде есепке алу керек екендігін назарға алғандықтан біз соны қабылдадық. Және ол біздің осы күнге дейінгі діни қажеттіліктерімізді, рухани қажеттіліктерімізді қамтамасыз етіп келді. Ешбір мұсылман әлемінде бұл мазхаб адасушылар деген эмблема тағылған жоқ. Пайғамбардың қағидаттарына, Құранның қағидаттарына түбегейлі қайшы келмейді. Сол үшін де ал енді мазхабты жоққа шығарамын, мен 4 мазхабты да ұстанамын деп жүргендер ешбір мазхабты ұстанбайды. Неге? Өйткені олар сол қағидаларға байланғысы келмейді. Байланатын болса белгілі бір қағидалардың шеңберінде әрекет етуге тура келеді. Олар қалтасынан шариғат шығарушылар. Ұстанбайды ғой. Өздерінің ыңғайлысы. Жаңағы түйеқұс сияқты, түйеқұс құмға басын тығады екен. Сен түйесің, жүк көтер десе, қанатын жай жіберіп, мен құспын дейді екен. Ал енді құссың ғой, ұша ғой десе, жоқ мен түйемін деп қанатын жүйіп алып. Сол сияқты сен жаңағы онда мазхабпен пайғамбардың несімен жүресің ғой десе, жоқ мен мазхаб ұстанамын. Мазхабпен жүре ғой десе, жоқ мен мазхаб ұстанбаймын. Сол үшін де бұл өзіне бір неге ыңғайлы діндегі мәтіндерден өзіне бір үкім шығарып алу үшін, хадисті өз бетінше түсініп алу үшін, өйткені ол хадисті жеткізіп отырғанда ғалым, оны жазып отырғанда хадис жинаушы мұхаддис. Оның методологиясы бар. Ол хадис қашан айтылды, не үшін айтылды, неге айтылды, қандай жағдайда айтылды. Оның бәрін зерттеп отырған усул дейміз ғой, методология, әдістеме деген ғылым бар. Соның бәрінен бейхабар, ана дінді жеңіл ұстану үшін. Түбегейлі қағидаттар жоққа шығару үшін. Өйткені мынадай адам жеңілдікке қарай қашады. Салт дәстүр не үшін? Өйткені салт дәстүрді шығарып тастаған кезде дін ғана қалады, ол оңай. Ал діннің ішінде жаңағы мазхаб шығарып тастаған кезде пайғамбардың хадистері ғана қалады, ол оңай. Тіпті хадистерді де мойындамай тек Құранмен жүремін дейтіндер де бар. Ол ғана оңай. Өйткені Құранның ішінде ештеңе түсініксіз түсінбей жүре бересің. Қалай оқыдың, қалай түсіндің, дәл солай. Солай істесің. Ана жерде намаз оқы деген ешқандай аят жоқ деп бұра береді. Сыни ойлап салыстыруды қажет. Сол үшін де адам баласы сол жаңағы жеңілдікке қарай қашам деп ақыр аяғында бар нәрсені бүлдіріп, жаңағы мектеп ғасырлар бойы қалыптасқан, сен оны жоққа шығара алмайсың. Өйткені оның қаншама ішінде терең білімдері бар, әр саласы бар қамтылған. Соның бәрін терең игеру керек. Содан кейін барып бар ма жоқ па деген нәрсені қарау керек. Ал отырып алып жаңағы ютубтан бір-екі уағыз тыңдап алып, жоқ мен мынаны ұстанбайды екен, мен мынаны ұстанады екен деп пәтуа шығаратындай ғалым болып кету, ол енді өте қауіпті тенденция. Түсінікті. Соңғы 2 сауалым қалды. Келесі сұрағым мына радикалды топтарға қатысты. Жалпы радикалды топ тек қана ислам дінінде бар ма, әлде әлемдегі өзге діндерде де бар ма? Олардың болғанның өзінде мақсаты бір ма сол? Жалпы кез келген радикализм әсірешілдік қой. Бір нәрсені қатты ұстана беретін болсаңыз, мысалы өлшемнен Абайдың айтатыны бар, құшпақ сүймек, мал жемек, ал нәрсенің өлшемі бар, өлшемін асырсаң боқ шығады. Діннің де өлшемі бар, діндарлықтың да өлшемі бар. Сіз оны жоғдан асырып жіберетін болсаңыз, өзіңіздің дозаңыздан асырып, біреулердің территориясына кіріп кетуіңіз мүмкін. Радикализм деген діндарлықта өзінің территориясына басқаларға өтіп кеткен адамдар. Шектен шыққан. Шектен шығып кетеді. Өйткені неге? Мен намаз оқып жүрмін, сен неге намаз оқымайсың? Тиісе бастайды. Неге тиісемін? Неге оқымайсың? Сен оқымасаң кәпірсің. Мен намаз оқып жүрмін, намазым Құдайға қабыл болды ма? Намаз оқымаған жақын жанашырым болатын болса, халқым ұлтым болатын болса, Алла тағала жүрегіне иман бер деп тілеп жүру, бұл нағыз діндарлық шынайы. Өйткені кімнің қашан намаз оқитынын мен білмеймін. Кімнің жүрегіне Құдай қашан иман салатынын мен қайдан білемін. Және менің мұсылман болып өлетініме гарантия жоқ. Оның кәпір болып өлетініне гарантия жоқ. Сол үшін де бұл жаңағы әсірешілдік тек мұсылманшылықта емес. Бұл радикализм деген дүние қоғамды бөлшектеу үшін, ақырындап экстремизмге алып бару үшін, ақырындап терроризмге алып бару үшін жасалған саяси құрал. Және бұл бүкіл діндерде бар. Буддистер, Аум Сенрико, ана жаңағы Мьянмада недегі қаншама
мұсылмандарды қырып тастағандар. Иә. Кімдер ол? Буддисттер, радикалистер. Айнап келген кезде халықтың тыныштығын, сол мемлекеттің тыныштығын бұзуға бағытталған саяси құрал. Христиандық радикалдар қаншама жылдар бойы қырылысты бір-бірімен. Шіркеулерді өртеп жіберді. Орта ғасырларда христиандар бірін-бірін жаңағы 100 жылға жоқ соғыс жасады. Кімдер? Қаншама жаңа шіркеуде бірге өздерінің үстеріне от жағып өртенді. Жұмаққа барамыз деп Америкада. Кімдер? Христиан. Радикалдар. Не болып жатыр? Тыныштықты қамтамасыз ету үшін. Ал мұсылмандарда да жаңағы егіл дей ма, даиш дей ма, хизбут тахрир дей ма, неше түрлі әлемде 500-ге жуық радикалист ұйымдар бар. Әртүрлі діндер. Соның барлығы белгілі бір саяси құрал. Бірақ діннің атынан не істейді? Жамылады. Өйткені жаңа өзіңіз айтқан сияқты, дінді жамылмаса қатарына адам қоса алмайды. Сіз айтасыз, мен радикалдық бір ұйым құрып жатыр, маған мүше болыңдар десе кім келеді? Мен тура жолмен дінмен жүретін, Құдайға тура апаратын, сүннамен жүретін топ құрдым дейді. Сол кезде адам келіп Адам артынан ереді. Сосын жаңағы топтардың түбі сол жаңа көптен бірақ шығады. Мысалы мына Ауғанстан, Сирия, Ливия мысалы кеше Газада қырғын мысалға сол бір қақтығыс басталмай тұрып мәдени бір үлкен орталық болған, тарихы сондай бір адами рухани байлығы да енді мол болған шығар. Жалпы тәуелсіз бір тамаша туристер жиі баратын ел болған. Олар да осы радикализмнің құрбаны болды ма? Радикализм болған кезде бұл жерде үлкен саясат бар. Мен радикализм деген дүниені, терроризм деген дүниені тек қана дінмен байланыстырып, діни терроризм деп қолданбаймын. Өйткені дінде терроризм жоқ. Оны жұрттың бәрі айтады, діндарлардың бәрі айтады. Егер ондай болатын болса, діннің бәріне тыйым салынған болар еді әлемде. Жоқ, оны саясаткерлер де біледі, оны бәрі біледі. Бірақ саясатта осы нәрсе бар. Өйткені саяси мүдде, территориялық қақтығыс, мұнай газ саудасы, территорияны басып алу, мемлекеттің шекарасын кеңейту, қару-жарақ саудасы, содан кейін жаңағы сол аймақтардағы белгілі бір қарсы оппозициялық күштердің көзін құрту, соны құртпаса да керісінше балама күштерді жасау, сол арқылы тепе-теңдік сақтап тұру, әлемдік саясатты басқарған кезде белгілі мемлекеттерді құрту арқылы экономикалық тәуелсіздікте ұстау. Бұның астарына қарасаңыз сасып тұрған пайда. Сол үшін де ол жерде ешқандай дін жоқ. Сирияға барып келгендерден сұраған шығарсыз өзіңіз. Мен сұрадым мысалы. Дін көрген жоқ дейсіз. Барған кезде сол жаңағы тас-талқан қала, быт-шыт болған жер, мұнай газдардың жаңағы шығып жатқан көздерін үлкен мемлекеттердің бақылауы, сол арқылы текетіріс, сол жердегі мемлекеттерді бір-бірлерін жаңағы конфессиялар бір-біріне айдап салу арқылы мемлекет тұрақсыздық қалып бару. Тұрақсыздық болған кезде ол жерде жатқан пайданы мысалы пайдалану оңай. Хаос болған жерден пайдалану оңай. Ал қалыпты тұрған жерден ештеңе алып кете алмайсың, жұрттар айтады, неге алып барасың деп. Сол үшін де бұның барлығы әлемдік саясаттың қазіргі діннің атынан жамылып, діннің қадірін кетіріп, Құдайдың дініне ешкім кедергі келтіре алмайды. Бірақ десе де соны адамдардың жүрегіне енгізу арқылы сондай құралға пайдалану, бұны біз қазір радикализм, экстремизм, терроризм деп айтып жүрміз. Жалпы изм, жалғанған дүниелерде қайыр жоқ шығар деп мен өзім ойлаймын. Түсінікті, аға. Енді бір соңғы сауалым қалды. Сіз ертеректе бір ұсыныс айтқан екенсіз да. Жалпы мектептерде бір рухани адамгершілік құндылықтар деген бір жаңа пән енгізсек деп. Енді қазіргі таңда қалай ойлайсыз? Біз мына мектеп оқушыларына білім саласына тым үлкен жүктеме беріп жатқан жоқпыз ба? Өйткені биыл мысалы пилоттық режимде дзюдо деген пән енгізіліп жатыр. Өзін тану сабағы өз алдына бар, тағысын тағы бар деген секілді. Жыл сайын бір тым қатты эксперимент жасап кетпедік па? Жалпы мектепте реформа жасау керек ау деймін ау. Ең көп реформа жасалған мектеп қой. Иә. Бір министр қанша өзі, мен есімде шатасып қалдым, қазір нешінші министр екен. Тәуелсіздік алғалы ең көп министр ауысқан сала осы білім саласы ғой деймін. Өкінішке қарай. Әр келген министр бір құшақ реформамен келеді. Өкінішке қарай. Бірақ мектептегі баланың жағдайын ойлап жатқан жоқ. Мектепте баланы біз дүбәра қылып отырмыз. Баланың балалығын алғаның, даналығын алғаның дейді қазақ. Сол үшін де бала болу керек, ойнау керек, білім алу керек. Сол ойнағаннан артық уақытында бірдеңе үйрену керек. Ал біз оны бәленбай реформамен, таңертеңнен кешке дейін сабақпен, түстен кейін жаттығулармен, одан кейін курстармен, одан кейін кружоктармен басын айналдырып, баланы дүбәра қылып жынды қылып жіберді. Енді білмеймін, білім саласының адамдары тыңдай ма, тыңдамай ма білмеймін, бірақ тыңдап отырса құлақтарының алтыннан сырға. Кез келген кезде жақсы нәрсені үміттендіреді, кеткен кезде бірақ артынан көптеген сөз келеді. Неге десеңіз, жаңа реформа жасаймыз, бытшын шығарады. Мектепте менің айтып отырған дүнием
Біріншіден балаға үйрету керек әрине. Қазір дамыған заман. Бала көп нәрсені біліп барады қазір мектепке. Содан кейін мектепте баланың қабілетіне қарай бағыт-бағдар беру керек. Жоғары сыныптарда баланың бағытына қарай таңдаған бағытына химия, биологияны таңдады ма, физика, математиканы таңдады ма, гуманитарлық бағытты таңдады ма, жаратылыстану бағытын таңдады ма, соған қарай балаға білім беру керек. Және тек қана білім ғана емес, тәрбие беру керек. Кімсің, ұлтың кім болған, дінің кім болған, руханиятың кім болған, ата-бабаң кім болған, этникалық құрамың не, тарихың не, бұл ұлттық рухани құндылықтар деген сол. Өйткені тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп Фараби айтады. Тәрбиесізге берме білім ол алады да оқ қылады деп Шәкәрім айтады. Сол үшін де тәрбие, ұлттық рухани құндылықтар деген радикализмнің алдын алу үшін де, азғындықтың алдын алу үшін де, мынау жаңағы жемқорлықтың алдын алу үшін де, таза азаматты қалыптастыру үшін, ізгі азаматты, ізгі дәрігерді қалыптастыру үшін, ізгі физикті қалыптастыру үшін бұл жерде тәрбие болу керек адам бойында. Оны біз мектеп ата-аналардың көбісі бере алмай қалады. Өйткені ата-аналардың есіл-дерті жұмыста, баланы асыраймын деп жүр. Ал оның барлығын біз мектепте үйретпесек, рухани құндылық ретінде бала рухани құндылықты сырттан іздеймін деп әркімнің қармағына, қақпағына түсіп жатқан сол. Жаңағы бәлен жерде алтын бар, барсаң бақырда жоқ деп тентіреп шетелде жүр. Дінді үйренемін, руханиятты үйренемін деп. Келіп алып өзінің ұлтына қарсы шығып шауып жатыр. Соның бәрін біз мектепте бермесек, жаңағы ойбай дінтану негіздері, зайырлық негіздерді ол да көгерген жоқ. Оны қазір жаһандық құзыреттіліктің ішіне тықты, оны да жаңағы анау оқысын, мынау оқысын, ит қуды қоян қашты. Сен салар да мен салар, атқа жемді кім салар, сонымен кетті ол. Ал енді соны біз абай тану, анау тану, мынау тану, өзін тану, бірдеңені тану бәрін біз ұлттық құндылықтар деп бір жинап бір балаға бір қою, әдемі қылып, құнарлы қылып, әдебиеті бар, мәдениеті бар, руханияты бар берсек, ол баланың санасы болса түсінеді ғой. Соны айтқам. Іргетасы қаланатын еді адам, бала бірдеңені үйренетін еді, ертең жарыққа шыққан кезде де бұл менің мәдениетіме, руханиятыма жат дүние дегенді алып шығаратын еді. Ол да міндетті түрде жаңағы отырғызып қойып дінді үйрет деген нәрсе емес. Оны үйрете де алатын бізде кадр жоқ. 7000-нен астам мектеп бар, оған қайдан тауып бересіз кадр? Ал бірақ ұлттық құндылықтарды, ол кез келген құндылыққа жақын тарихшы, мәдениеттанушы мұғалімдер бере алады ғой деген ой. Соны біз қабыстырып бір жақты қылып берсек, көп қылмай-ақ өзін-өзі тануды үйретті. Ал балалар өзін-өзі таныды ма? Абай тануды үйретіп жатыр, жаттатып жатыр, абай оқуларын өткізіп жатыр. Абай түсінген бала бар ма? Сондықтан да тәрбие құндылық ретінде берілу керек. Соның үшін де әрине бұл жоқ жаман деген сөз емес, біртіндеп түзелеміз, бірақ ақырындап осы нәрсені реттеуге болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені абай тану бір мектепте бар, бір мектепте жоқ. Анада мынада бар, мынада жоқ. Өйткені әркімде. Бірақ жаңағы міндетті компонент ретінде осыны қоятын болса, дінді де ішіне қойып, ағымдарды да түсіндіріп, терісін де дұрысын да қойып кішкене балаларды шаршатпай, онда менің ойымша балалар түсінеді деп ойлаймын. Сол бағытта айтылған бізге ой еді. Бүгін болмаса ертең болар. Кейбір жерлер осыны қолданып жатқан жерлерді естіп қуанып қалып жатырмын. Пилотный жоба ретінде кейбір облыстарда осындай енгізіліп жатқан орталықтар бар, дін істері басқармалары арқылы, ол да құба-құп жағдайлар. Ақырындап адам болып кетеміз. Біреу үйін құлатып жатыр екен дейді ғой, төбелесіп. Сосын біреуге ажыраса бастайды дейді, жоқ сен ажыраспа, біз осыны өстіп алып қоямыз өзіміз деп. Сол сияқты өстіп алып ақырындап адам болып кетеміз. Үміт соңынан өледі ғой біз. Республика мемлекет ретінде ұзақ бір тарихымыз жоқ, ақырындап көш түзеледі, айта беру керек деп ойлаймын. Айтып жатырмыз, Құдайға шүкір, ақырындап дұрыс адамдар келеді, дұрыс адамдар, жанашыр адамдар билікке келіп жатыр. Қазіргі келген оқу-ағарту министрінен де көп үміт күтемін, шын айту керек. Біраз нәрселер реттейтін шығар, бір кісінің қолынан келмейтін шығар, бірақ дегенмен де бір жақсы сара жол салатын шығар деп үміттенеміз. Бәрі дұрыс болады. Неғұрлым ерте қамданып бастасақ, соғұрлым нәтижесі де ерте болады. Бірақ мен бір нәрсені сенемін, бүкіл ізгілікті менің көзім көріп кету шарт емес. Жақсы, түсінікті қабылдадық. Жақсы, енді Кеңшілік аға, алтын уақытыңызды бөліп, осындай әр сұраққа тұшымды жауап бергеніңізге шексіз ризашылығымды білдіремін. Алла разы болсын, амандықта жолығайық деген келеді. Аман болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, күндеріміз нұрлы болсын. Әумин. Қадірлі көрермен, арнамызға жазылыңыздар, сұхбат туралы ой пікіріңізді қалдырыңыздар. Келесі көріскенше амандықта.